Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Дина Мұқатай. Арнаны жаңа көрермені болсаңыз, жаңа ақпараттарды жіберіп алмас үшін подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыз. Көрермендердің 48% каналға жазылмай видеоларды көреді екен. Каналға жазылып, ақпарат пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыз. Бүгінгі тақырып инсульт жайында. Яғни, инсульттың пайда болу қаупіне кімдер жиі ұшырайды? Адамда инсульт болып жатқанын қалай білуге болады? Осы сұрақтарға нақты жауап аласыздар. Жалпы инсульт миға қан келу тоқтаған кезде пайда болады. Яғни, миға қан бармағаннан кейін ми жасушалары бірнеше минуттан кейін өліп қалады. Нәтижесі инсультке алып келеді. Жалпы инсульттың жиі кездесетін екі түрі бар: ишемиялық және геморрагиялық. Ишемиялық инсульт кезінде мидың қан тамырлары тромбпен бітеліп қалады. Тромб деп ұйыған қанды айтады. Ал геморрагиялық инсульт мидың қан тамырларының жарылуымен және миға қан құйылуымен жүреді. Ендігі кезекте инсультке әкелетін факторлар жайында айтатын боламын. Біріншіден, артериялық қан қысымының жоғары болуы. Егер де сізде артериялық қан қысымы 140/90 немесе одан да жоғары болатын болса, бұл негізгі қауіп факторы болып табылады. Екінші бір фактор бұл темекі шегу. Темекі шегу қан тамырларды зақымдауға және артериялық қан қысымын арттыруға қабілетті. Сонымен қатар жүрек аурулары, қан диабеті, семіздік, қанда зиянды холестериннің жоғары болуы инсульттың дамуына ықпал етеді. Ендігі кезекте симптомдарына келетін болсақ, беттің, қолдың немесе аяқтың кенеттен жансызданып ұйып қалуы немесе әлсіздігі байқалады. Көбінде дененің бір жағында. Екінші бір белгісі кенеттен тежелу, яғни сөйлеуде немесе сөзді түсінуде қиындық болады. Келесі бір белгісі көздің көру қабілетінің кенеттен нашарлауы. Инсульттың тағы бір белгісі кенеттен себепсіз қатты бас ауру. Және де бас айналып, қимыл қозғалыста тепе-теңдікті жоғалтады. Сонымен, адамда инсульт болып жатқанын қалай білеміз? Ең бірінші кезекте сөйлеген кезде сөздері анық шықпай, тілі күрмеленіп жатыр ма? Соған мән беріңіз. Екіншіден, күлуін сұраңыз. Яғни инсульт кезінде қисық болып көрінетін күлімсіреу, яғни ауыздың бір бұрышы төмендейді. Келесі кезекте қолын қысып көріңіз. Инсульт кезінде қол алысуда қолдары әлсіз болады. Бір қолын жоғары көтеруін сұраңыз. Қолы қайта төмен түсіп кетсе, бұл да инсульттың белгісі болып табылады. Барлық функциялардың толық қайтарылуы мен миға қан ағымын қалпына келтіруге болатын уақыт бар болғаны 4,5 сағатты құрайды. Сол себепті уақытты жоғалтпай, тез арада жедел жәрдемді шақыру қажет. Яғни бұл уақытта нәтижелі ем көрсету мүмкіндігі жоғары. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.